мына шиқылдауық шемішкіні шағып отырып турецкий сериалымды қосып қойып әдемілеп жайғасып алып қызымды ұйықтатып қойып осылай турецкий сериалымды көріп отырсам күйеуім звондайды. Не істеп жатсыңдар деп. Сол отырмыз, үй жинап жатырмын десем, мен келе жатырмын дейді. Мен сасқанына неге ерте келе жатсың деппін ғой. Үйге ерте қайтуға болмай ма деп, ол маған өзіме ұрысып бермесі бар ма? Шайға ыстық бірдеңе пісіріп қойшы дейді. Одан холодильникті ашып қалсам, холодильникте дым жоқ қой. Я жұмыртқа жоқ. Одан далаға шығып есік алдына қарасам, жерде жұмыртқалар жатыр. Қасқа көрші үйдің тауықтары туып кеткен ау. Үш рет кімдікі деп едім, ешкім үндемеді. Үй қойшы деп үйге кіріп кетіп, содан не істеймін деп бірінші самсам салып қойдым. Фошк еткізіп самсамның нелерін қоспаларын дайындап алдым да самсамды пачақ-пачағын шығарып өзінің пешіне салып жібердім. Бір есеп екі есеп деп күйеуіме жақсатты болып көрінейін деп. Кешкі тамақты бастап қойған адам кешкі тамағымды да бастап қойған соң кешкі тамаққа бүгін палау істейін деп палаудың мен осылай құр пиязды осылай қуырып аламын, қызартып тұрып қуырып аламын да сосын барып оны алып сосын етін салам. Бірақ етін салған кезде абай болыңыздар, өйткені ол майден қатты қызып кеткендіктен күйу қаупі өте жоғары. Сондықтан жай салыңыздар. Мен мына жерде асын сөндіріп тастағанмын ғой, жаным тәтті болған соншалық. Күйеуім ерте қайтпағанда бұл ыдыстар жуылмайтын еді. Күйеуім ерте қайтатын болғасын бұл ыдыстар да бүгін жуынып қалып жатыр. Солай күйеуім келгенше бәрі ыдыстың бәрін пачақ-пачағын шығарып жылтыратып тұрып пачақ-пачағын шығарып жуып тастадым да әрі қарай өзім тірліктерімді істеп жүргендей, келген кезде дым істемегендей бәрі мана істеп қойғандай болып, келген кезде манадан бері үй жинадым, үй сыпырдым деп қойып айтатындағы бәрін жылтыратып жуып алдым да сосын кешкі тамаққа мана палау деп пісіріп жатыр едім. Сол палаудың қасына свекла салатын жасайын дедім. Свекланың сыртын жуып пачақ-пачағын шығарып сыртын тазалап тұрып жудым да оны да өз иесіне газіне апарып салып қойдым. Кстати, блинья пісірдім мен шайға, оны түсіремін вообще ұмытып кетіппін. Азығып жүр, күйеуім келе жатыр деп келіп қалдым деп ол да мен жаным шығарып шай қойдым ба не пісірдің деп сонымен күйеуіме беріп күйеуім риза, әйтеуір деп терім сүртіп отырдым.